Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің кезекті сабағымыз Қытай тілін 5 минутта үйренеміз. Алдыңғы сабақтарға байланысты біз адаммен таныссақ, енді оның жұмыс орнын сұрау, ол не істейтінін сұрау туралы үйрене аламыз. Бүгін бізде бірінші сұрақ, ол "Нин цай чэр ган шэнме?" Егер аудармасы болса, сіз мұнда не істейсіз? Немесе сіз мұнда не істеп жүрсіз деген екі мағынаны білдіреді. Немесе өзіміздің құрдасымыз болса, "Ни цай чэр ган шэнме?" Сен мұнда не істеп жүрсің? Немесе сен мұнда не істейсің деген екі мағынада сұрақ болады. Бұл жердегі "жыр" деген сөз, ол "жыри" деген сөзбен бірдей. Көбінесе диалектке байланысты екеуін де қолданады. Екеуінің де мағынасы бір негізі. Оның мағынасы мұнда, осы жерде, осында деген мағынаны береді. Яғни бұл жердегі "Ни цай чэр ган шэнме" дегендегі мұнда, ган шэнме деген не істейсің, не істейсіз деген мағынаны береді. Енді осы сұраққа жауап ретінде біз өзіміздің біраз мысалдарымызды айтуымызға болады. Мысалы, сен мұнда не істейсің десе, мен мұнда оқимын. Яғни оқу деген сөздің аудармасы душу. Тағы бір қайталайық менімен. Душу. Яғни "Ни цай чэр ган шэнме" болса, мен мұнда оқимын деген жауап ретінде біз қазір үйренеміз. Соның бірі оқу. Келесісі мен жұмыс жасаймын. Осындайдегі жұмыс деген сөздің аудармасы гонзо. Және сол жұмысымызда бізде көбінесе бастықтар, директорлер болады. Олардың аудармасы, бастық деген сөздің аудармасы лаобан. Немесе сіз магазинде жүрсеңіз, супермаркетте зат сатып алып жүрсеңіз, оның аудармасы май доңши, яғни зат сатып алу. Май доңши. Енді осы сөздерді мысал ретінде тығып, біз жауап қайтарайық. "О цай чэр", мен мұнда деген, мен осы жерде деген мағынада. Енді осы не істеп жүргеніңізді, үйренген 4 сөзімізді осы бос орынға қою арқылы жауап бере аласыз. Бір мысал. "Ни цай чэр ган шэнме?" "О цай чэр май доңши." Сен мұнда не істейсің, немесе не істеп жүрсің? Мен мұнда зат сатып алып жүрмін. Қытай тілінде көбінесе жұрнақ жалғау деген жоқ. Сол себепті тіке аударғаннан кейін, оны біздің қазақ тіліндегі жұрнақ жалғауларды өзіміз қосуымыз керек болады. Тағы да бір мысал. "Нин цай чэр ган шэнме?" Сіз мұнда не істейсіз, немесе сіз мұнда не істеп жүрсіз? "О цай чэр", мен мұнда гонзо, жұмыс жасаймын, немесе жұмыс істеймін. Тағы да бір мысал, егер досыңыздан оның мұнда көшеде көрісіп қалған кезде не істеп жүргенін сұрағыңыз келсе, "Ни цай чэр ган шэнме?" Ол жауап ретінде сізге айтады, "О цай чэр душу", мен мұнда оқимын, мен мұнда дайындалып жатырмын оқуға деген мағына береді. Енді осы мысалдарды өздеріңіз күнделікті басқа да өткен тақырыптарға, басқа да өткен мекемелерді, персонаждардың аттарын қосып, осы мысалдарды жетік меңгеріп алыңыз. Келесі сабақта кездескенше.